Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Меңдіқара ауданында 3 дүниеге келді деп хабарлайды Қостанай облысы денсаулықты сақтау басқармасының баспасөз қызметі. Ата-анасы жаңа туған сәбилеріне Николай, Евгений және де Виолетта деп ат қойды. Карчовский ауылында тұрған Алена Петрова мерзімінен бұрын босанған. Оның күйеуі жедел жәрдем көлігін шақырмай әйелін аудандағы ауруханаға досының көлігімен өзі жеткізді. Таңғы сағат 6:00-де 2 ұл салмағы 2070 грамм және де 1860 грамм және бір қыз 1680 грамм дүниеге келді. Жаңа туған нәрестенің жағдайы тексерілді. Бір тәуліктен кейін санитарлық авиация ұшағынан аудандық дәрігерлер балалардың облыстық ауруханаға патриандалдық орталығына емдеуге жіберді. Ұлдар бірден бөлімге орналастырылды. Қыз 2 күн жансақтау бөлімінде жатты деп жазған хабарламада. Енді Павлодар облысында 7 бала бар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар.